Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз сіздермен қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанда жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым атты үлкен тарауды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы оттандастық, фразеологизмдер. 1-ші сабақ. Оқу мақсаты тыңдалым және айтылым. Мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Олай болса, оқушылар, мына сұрақтарға жауап берейікші. Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Ұлы Отан соғысы туралы не білесің? Неліктен бұл соғыс Ұлы Отан соғысы деп аталды? Сенің ата-әжең немесе туыстарың Ұлы Отан соғысына қатысқан ба? Ұлы Отан соғысының алғашқы күндері қалай болды? Олай болса, Ұлы Отан соғысының қалай басталғанын мына бейнефильмнен тамашалайық. Внимание! Говорит Москва. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 1941 жылдың 22 маусымы. Таңғы сағат 4. Бейбіт заманда өмір сүріп жатқан ұйқыдағы елді Юрий Левитанның соғыс басталғаны жайлы дабылды радио хабарламасы оятты. Кенет құлақ тұндырған жарылыс пен қып-қызыл от аспанды қақ айырғандай болды. Жер дірілдеп, әуе жаңғырып, қала отқа орана бастады. Ал тұрғындардың көпшілігі киініп те, қаруын алып та үлгермеген. Міне, соғыс осылай басталды. Дәл осы күні фашистік Германия сақадай сай әскермен кеңес өкіметінің жеріне басып кірді. Аса дайындықпен баса көктеп енген неміс әскерінің қаһарына бірінші болып Брест қаласы ілікті. Қаладағы жауынгерлердің жанкешті қарсылығы Белоруссияның бір шетіндегі елеусіз қаланы тарихи қалаға айналдырды. Ресми мәліметтер бойынша Орта Азия елдерінен соғысқа 3 миллион жауынгер қатысса, оның 1 миллион 366 мыңы қазақстандық. Ал соғысқа аттанған қазақстандық жауынгердің әрбір екіншісі Майдан даласында қаза болған. Бүгін тілдік бағдар бойынша фразеологизмдермен танысатын боламыз. Тілімізде бірнеше сөзден құралып, бір ұғымда қолданылатын, грамматикалық мағыналарын өзгертіп, тіркестегі орындарын алмастыруға болмайтын тарихи қалыптасқан тұрақты тіркестер бар. Оларды фразеологиялық тіркестер немесе фразеологизмдер дейді. Мысалы, қас пен көздің арасында, ит байласа тұрғысыз, үріп ауызға салғандай. Фразеологизмдер кемі 2 сөзден құралады. Тіркестегі сөздердің орнын ауыстыруға болмайды. Сөздерге жеке-жеке сұрақ қойылмайды. Тіркескен сөздер барлығы бірігіп, бір ғана мағынаны білдіреді. Мысалы, тайға таңба басқандай деген анық деген мағынада, қоян жүрек қорқақ деген мағынада. Олай болса, оқушылар, 3-ші тапсырма. Өлеңді тыңдап, мәтіндегі оқиғаның дамуы мен аяқталу кезеңін айт. Сөйлеу барысында фразеологизмдерді қолдан. Отан оттандастық. 3-ші тапсырма. Қасірет пен ерлік жыры. Отыр да ел, еміреніп, емізіп тұңғыш ұлын, естігендей жалқы үнін жылқысының, аймалайды елжіреп балапанын, ұмыттырған талайғы мұңды сырын, сезіндірген аналық бақытты алғаш еріндерін, қызықтап тұңғышының бақыттылық. Отыр еді көзінде жақыт тұнып, соғыс деген бір сөзден есеңгіреп, зәресі ұшты орнынан атып тұрып. Көк мөлдір көркем аспанға моншақтан шашу шашқанда, ағылпа бұлттар қымсынып, көкжиектерден қашқанда. Сүйеніп балғын жасталға, өрім қыз сырын ашқанда, адамдар аппақ көңілмен бақытын аңсап өмірден, бар әлем титтей кірбіңсіз, армандай мөлдір көрінген. Самала саумал шақтарда жүректерден жыр төгілген, ілезде сөніп бар үміт, тұманнан тыныс тартылып, басталды соғыс дегенде, адамдар қалды аңырып. Дөңбекшіп жатты дүние, қасірет бұлтын жамылып, соғыс
Тартыс ешқашан басылмаған, қан төгістен қаншама ашынды адам, жазықсыз жер қаншама жараланып, жетімдіктен қаншама баланы алып, қара тұман жамылды жасыл ғалам. Фариза Оңғарсынова. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырмаға 5-ші тапсырма, яғни Фариза Оңғарсынованың «Қасірет пен ерлік» жыр атты өлеңін оқып шығып, өлеңде көтерілген соғыс зардаптары туралы ой бөлісіңдер. Мен сіздерге бұл өлеңді қосымша файл ретінде жіберетін боламын. Сау болыңыздар.